Алармысына суылдым, бозқырау түсіп қазан ұрған деп пақ шіркін қазан айы кіріп келді. Қарттар күнімен не дейді енді бұлай, несімен келді? Арқаны қар басып жатыр. Бізде Жетісуда жаңбырлатып сіркіреп тұрды бүгін. Сомен менің қолым емес, Палша апаның қолы деп па, қазан айына болжам жасап жіберейік. Опырам кеттік. Жұмыс, отын жарып, соғым сойып, қысқа дайындық деп па. Бұл жерде жұмыстарыңыз оңынан болады. Енді жүргенмелігет, қайсы біріңіз жұмысқа екі қолыңызды жеңіңізді сыбанып кірсеңіз, әрине Құдай іс-әрекет жасағанға жүгіргенге береді. Бұл жерде ісіңізді махаббатпен, шын көңілмен жасасаңыз, адамға деген игілікпен жасасаңыз, әрине алғаныңыз ас болып, наныңыз дәмді тәтті болады. Тағы не дейді? Қазан айы несімен қызық, несімен? Мына жерде бір берешегіңіз бар екен, болмаса сізге бір қарыздары бар екен. Жетісіне айтылады, соғанға дейін кеп шаруаларыңыз бітеді енді. Нүктесі леп белгісі қойылады бұл жерде. 7 қазанға дейін, айтылғанға дейін тірлігіңіз бітеді мына жерде. Толықтай бітеді. Біреу қарызын берем айтса, қарызын төлеп бітеді. Сіз қарыз берсеңіз, сіз төлеп бітесіз. Болмаса сізге қарыз болса, сізге қарызын әкеп береді. Мына жақта біреулер қош айтысыпты. Немен қош айтыс? Өз өмірім өзімде дейді. Ажырасулар болған деймін. Енді өз жолыммен, өз өміріммен жүремін дейді. Енді өз еркілеріңіз, қазан үшін өз еркі, қайықтан құлақ шығарса, тағдырларыңыз өз қолыңызда.